Мейірімді ортаға шақырып алсақ, келіңіздер студияға. Қазір өздерінен сұрайық, таныстық жалғаса ма, жоқ па? Енді әрине, сәл ауырлау әңгімелер айтылды, көңіл күйі болмады Мейірімнің. Я, бер қарай келе қойсаңыздар. Мейірім, көңіл күй жақсы ма сізде? Бәрі дұрыс па? Ал, я, келе қойыңыз, мұнда тұрсаңыз болады. Нұрдәулет, таныстық жалғаса ма? Енді Балауса ханым сырласуға барып, көңіл күйін көтердік. Чемпион шайын ішіп отырып, жақсы әңгіме айттық. Бірақ сәл жетпей тұр енді. Бүгін кешке бір тағы да бір жол кездесіп сөйлесесіздер, иә? Жақсы. Ендеше келгеніңізге рахмет. Мейірім, сізді шығарып салайық. Микрофонды алып қалайын. Сіз кешке кездесуге барасыздар міндетті түрде. Иә. Нұрдәулет, өзіңіз шығарып салсаңыз болады. Өзіңіз жайғасыңыз? Айтарыңыз енді жоқ. Үміткеріңіз бар. Жаңа. Баласаған, иә. Нұржан. Күшті оладыр, бір кездесу тоқтап, біреу жалғасып адыр ғой. Енді менде де Аружан деген бір әдемі қыз бар еді. Үміткерім болып келген. Бірақ енді соңғы кездері ол қыз таппай қалдым мен. Неге? Түнгісімен аға жұмысқа тұрған, күндіз ұйықтайды, түнде жұмыста болады. Мен күндіз жолға айнсам эфирде болам, одан кейін жолға алмай жүрмін да, сол енді Шымкентке кетіп баратырмын деп жай жеріпті. Енді ол қыздың мүлдем уақыты болмаса, осы жерден мен де таныс тоқтатқым келіп тұр Балауса ханым. Енді осы жерден таныс тоқтатып, үйленуге қадам жасап, осы жыл үйленем деп келген жігіт болғаннан кейін, мен ары қарай жарымды іздеуді жалғастырам, мен ары қарай үміткерімді күтем, ал Аружанмен таныстық өкінішке орай осы жерден тоқтайды. Тоқтайды. Я эфирге де келе алмайды екен. Бір таныстық тоқтап жатыр. Бұл жерде Балауса ханым. Бірақ енді байланысқа шыға алмадым деп жатыр. Құрметті көрермен, Нұржанға үміткер боламын деп келетін қыздар болса, мархабат, сіздерді күтеміз. Не деп жатсыз? Мына жерде бір қызық нәрсе болып тұр да, енді ұйқастық па білмедім де, әдейі істеп тұрма деген сияқты. Мына жерде мысалға мен тоқтатып отқаннан кейін бұл кісі де тоқтатқанда жарысып, енді түсіп тұрсыздар ғой енді деген сияқты ғой. Анау кәм. Бағана түнде біз, мен өзім жолдан, мен кеш келдім де үйге, 12-де ма сондайда келдім. Содан кейін Тима кеш келді, кеше кездесуі болды. Содан азанда тұрсам, 6-да ма 7-де тұрсам, кім? Жоқ. Нұржан үйде жоқ. Содан кейін жаңа осы жаққа келген кезде, эфирға келген кезде сұрадым, қайда бардың десем, Нұрекең үміткеріне барып кездесіп келдім деген етін. Ал енді қазір жоғалтып алдым дейді. Бұл қайда барып келді деген сияқты. Менде жеке өмірім бар ғой. Бардым, Алтын Орда жаққа бардым, Шымкенттен заттар келіп жатыр екен, соны күтіп алдым мысалда азанда таңертең. Ал ол Аружанға келетін болса, сенің не жұмысың бар, үміткермен кездестім ал деп айта салдым, болды. Оны андай қылып эфирге шығаратындай нәрсе емес та енді абылай. Сөйлейме деп оны ойбай. Бірақ үміткермен ұра берудің де қажеті жоқ та негізі. Негізі деп алдым, кешірім сұраймын. Эфирде отырсыздар, ұмытпаңыздар. Кешірім сұраймын Балауса ханым. Ұра берудің де қажеті жоқ қой деп алдым, бет албат әңгімен. Жоқ, бұл жерде кездесу болған жоқ па таңертең? Кездесу болған жоқ, мен өзім тірліктерімде. Сен сонда қалай, сонда сенің мен келіп адам сияқты. Басың ауырып жатыр оған. Жігіттер, енді сізге әдейі айтып жіберген ғой. Ашин айта салдым ғой. Мен әдейі айтып жүрген деп ойламаймын Балауса ханым. Өйткені түн азанда мысалға 5-те ма қаншада кетіп қалды сен? 4-те кетіп қалды ма, 5-те кетіп қалды ма? 8:30-да кеттім, мынау сен ұйықтап. Дәлел алып келсеңіз сенеміз. Осыдан кейін бір үйде қайтып тұрасың мысалы да, осындай әңгімелер шығып кете береді. Көшіп кетіңіз шығырсын. Балконда тұрсайсыз сен, балконда. Жанерке? Енді Балауса ханым бағана мұнда мені Абылай дейтін өтірікші қылып көрсеткісі келді ғой. Егер де мен сөзім рас емес болғанда, ол мұнда таныстықты тоқтайтпайтын еді. Және де Абылай мұнда өзін қалталы жігітпін деп көрсеткен еді ғой. Неше түрлі әдемі букеттерін алып кеп, бағана датаво енді өзінің үміткерін сыйламайтындығы букеттен де көріп қалған шығарсыңдар. Онша мейісін алып кеп қоштаса салған қате болды. Жанеке, бұл жерде сен енді мән беретін нәрсе емес та негізінде. Олайша бағана кешік келе жатып үлгерген гүлді ала салдым. Не үшін мен мән бермеймін, мен қатысушымын ғой. Негізінде бір білесің ғой негізінде гүлдерді, готовы букеттерді негізінде сондайларды ғана дайындап қояды негізінде. Қолына тез болған сол болды. Қойшы, Абылай өйстіп ақталмай қойшы, өте төмен әңгіме айту. Жақсы, бірақ Жанерке, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, кеше дым болмағандай отырды ғой Ақерке мен Нұржан деп. Жоқ, енді соны түсіндіріп кетейін. Жақсы араласатын бе едіңіз? Соны түсіндіріп кетейінші, енді халыққа дұрыс түсінбей қалып отыр ғой. Кеше эфирден шыққаннан кейін кілтім жоқ деп тұр екен, одан кейін біз тамаққа баратқаннан кейін Бекзат шақырды. Мен емес та, мен жүр Ақерке деп шақырсам мейлі. Енді ол жерде Бекзат пен Жанерке жүр екен да, оның екеуін не байланыстыратын білмеймін. Екеуі тамаққа баратыр екен, одан кейін Жанеркеге серік болып,
Ақерке барсын деп Бекзат шақырды оны. Мен шақырған жоқпын ол жерде. Одан кейін дастархан басында бір ыржалаң етіп отқан жоқпыз. Жанбек екеуміз бір шетінде отырдық, бұлар үшеуі бір шетінде отырды, болды. Жоқ, енді мынандай мәселе ғой. Негіз сіздер барды дейді ғой. Негіз дегенде ол жерде 5 адам болдық біз. Біз жеке шыққан жоқпыз. Сен де болдың ол жерде, Нұржан. Бірақ жеке шықпадық деген дәлел емес. Онда не ғой, біз жеке шыққандай қылып айтып жатсың? Қатысушымын ғой. Және де әрқайсысымен танысып көргім келеді. Мұнда әрқайсысы өздері жеке бөлініп алған екен. Бір жолы мыналар шақырса, бір жолы мыналар тамаққа шақырады деген сияқты ғой. Бірақ ол жерде тек тамақтанбағансыздар, сыйлық алғансыз, сізге көзілдірік алып берген ба? Сізді мені көрмей жүр ғой, мені анық көріп жүрсін, мұнда отырмын деп әдейі сізге алып берген шығар. Өзі қазды өзі түсті бұл кісі. Айта кетейінші, реклама деп айта берсе болады ғой, реклама түсіруге барғанбыз, және деме ол жерде енді Бекзатты мобилограф ретінде түсіріп берген болатын. Ол соған рахмет етіп, өзіңе бір очки ала ғой деп айтқан. Сонда рахмет үшін сізге сыйлық жасады ма? Жоқ, мен түсінбеймін. Неге онда бізге түсірткізбейді? Кешіріңіз сөзім. Неге мен түсінбеймін, неге онда бізге түсірткізбейді Бекзат? Бекзат деймін да? Бізге де бәлкім очки керек шығар. Нұржан да болды. Неге Нұржанға айтпайсың? Именно кеп Жанеркеге айтасың да бұл жерде? Микрофон берсеңіздерші, жігіттер. Кеше баруым бардық, Енді осы уақытқа дейін бар ғой, көзілдірік алған кезде, сол көзілдіріктен біз 6 алғанбыз осы уақытқа дейін. Нұржанға да алып берген кезінде, Жәнібекке де алып бергенбіз. Енді Жанерке қалып тұр да енді. Кеше өзі түсіріп берді, сосын бір сыйлық ретінде бергені бар енді. Одан кейін киіп отқан шалбарым бар ғой, Жанерке кішкене балағын қысқартып бергені бар еді да, сондай өнері бар екен. Содан кейін бір рахмет ретінде бергені бар енді. Негізі екінің бірі балақ қысқартып білмейді. Өйткені Жарайсыз, Жанерке, бірақ енді бұл не үшін дегендей, сіздерді не байланыстырып жатыр? Алдында Балзаға оны ара-жіне ажыратып алайықшы қазір. Алдында бір сөйлесіп қалған кезде менің сондай бір оқығаным бар. Тігін жағын. Сосын айтты, мен костюм алып едім, балаң қысқартып бере аласың ба? Әрине деді, одан ештеңе жоқ, қысқартып бере салайын деді. Одан кейін мен де сыйлық ретінде көзілдірік бердім. Танысып жүрген сияқтысыз? Жоқ. Барлығын біліп, қызығушылығын сұрап, қандай өнері бар, сыйлығын беріп, тамақтандырып, видеосына түсіріп, шалбарыңыз тігілген, түймелеріңіз орнында. Орнында. Жақсы жайғасып алыпсыз. Жақсы жайғасып алыпсыз. Сол. Бекзат уже басап кеткен сияқты Балауса ханым. Өткен алдында Индираны таныстық тоқтады ғой. Сол кезде біз үшеуміз, Жәнібек, мен, Нұржан төртеуміз қайтып бара жатқан кезде, Жанерке мен Сайда бізді жаяу бардық та, сол кезде шоколад берді. Джонни бере салды енді жемеймін деген сияқты. Сол кезде Бекзаттың бір сөзі бар. Жанерке саған тәтті жеуге болмайды дейді. Неге десе тәттіні тәтті жеген қалай бар. Жанерке саған тәтті жеуге болмайды дейді. Неге десе тәттіні тәтті жеген қалай болады деп бастап кетті да. Мемін Бекзат не істеп жүрсіз? Балауса ханым, мен Сонда негізі түсінгенім бойынша Нұржан мен Ақерке кездеспеген. Екеуі сөйлеспеген де. Енді білмеймін, менің ойымша екеуі де шынымен жаңа таныстыққа дайын болып жүрген жандар. Әрине, енді біз күмәндана береміз ғой, көрермен түсінетін шығарсыздар. Жақсы болды Балауса ханым деймін.